Азан радиосында ізгі қоғам. Ассалаумағалейкум ардақта ағайын, Азан радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде ізгі қоғам бағдарламасы. Микрофон алдында мен Жандос Темірғали. Біз бүгінгі арнайы шығарылымда қазіргі елдің аузында жүрген АЭС туралы айтамыз. Әлемдік тәжірибе не дейді? Және оның тиімділігі қандай? Арнайы мамандарын шақырып отырмыз. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің магистрі Әбдірахман Бақтыгереев бізде қонақта, және Мейірбек Құбашев, Атырау жарық акционерлік қоғамының президенті. Қош келдіңіздер. Рахмет. Тақырып ауқымды. Оны біз 1 сағатта не 2 сағатта айтып тауыса алмаймыз. Қазіргі қоғамның талқысында жүрген, нағыз бір қызу талқысында жүрген тақырып қой. Сіздер осы салаға титтей болсын қатыстарыңыз бар ғой. Біріңіз энергетиксіздер, екіншіңіз физиксіз. АЭС-тің да негізі құрылымы осыдан тұрады. Физика, химия және энергетика. Басты оның жаңа объектісі ол қуат. Қазір әлем қуат көзіне мұқтаж. Барлығы жан-жақтан жол іздеп жатыр. Бірі жел электр станцияларына жүгінеді, бірі күннен, бірі судан, енді бірі осы атом электр станциясынан. Қазақстанға да саламыз деген, салыну керек деген ой айтылып жүр. Президент өзі шегелеп айтты, оны халық шешеді, халықтың үлесіне береміз басымдықты, сол үшін референдум өткіземіз деп. Соған дейін біз түсіндірме жұмысын жүргізу мақсатында осы сұхбатты ұйымдастырып отырмыз. Жалпы атом электр станциясының тиімділігі неде? Алдымен сізге сұрақ қойғым келіп отыр энергетик ретінде. Және оның тоғы қаншалықты қажет қазіргі жағдайда? Енді басынан айта кетсе, біздерден де мына Қазақстанға қазіргі таңда ондай тапшылық электр энергиядан ондай көрінбейді. Біздерден үлкен теплоэлектро станциялар істеп жатыр. Көпшілігі біледі, енді мына біз жерде жаңағыдай Экибастұз жақта үлкен ГРЭС-тар істеп жатыр да. Біздің жақта енді батыста мына газбен істейтін ГТУ электростанциялар бар. Бірақ мына алдың жаққа қарай енді ойласақ, оның бәрі енді мына қазір Қазақстан адам саны да көбейіп жатыр да. Қалаларымыз өсіп жатыр, облыстарымыз көбейіп жатыр. Соның бәрі енді алдағы жақта қандай енді тапшылық болуы мүмкін. Соны енді қазірден бастап ойлап жатырғаны ол бір жағынан дұрыс, өте дұрыс. Ол қай станцияда болса да салатын өзінің мерзімі бар ғой. Ол енді 1-2 жылда салынбайтын зат. Сол үшін енді қазір енді бір адамдар былай газ дейді, біреулер көмірден салайық дейді. Бізде ол әлі жетеді ғой ондай жаңағыдай ресурстарымыз бар ғой деп. Бірақ оның ресурстарын бір жағынан ойлағанда қазір енді көпшілік айтатын қоршаған ортаға енді зиян болмау керек та, экологияға. Сонымен енді өздеріңіз білеміз, енді тепловой станциялар жаңағыдай көмірмен, газбен істейтін, оның бәрі өте үлкен зиян әкеледі қоршаған ортаға. Соның ішінде мына енді көмір. Қазір енді мына газды да айтамыз, бірақ енді оның қандай ресурс бізде бар әлі. Ол неше жылға жетеді. Оны тек өздері мамандары біледі. Ол 30 жылға ма, 40 жылға ма, ар жағынан не істейміз. Сол үшін енді қазірден бастап бүкіл енді дамыған елдерде енді көріп жатырық, атом электростанцияларды салып жатқан елдер көп. Қазір өзі Еуропаның өзі, Францияның өзінде қанша станция тұр да. Жаңағыдай біздің Белоруссияда да, қазір Дубайда да салып жатыр. Қазір Монголияға салады деп жатыр, Киргизияға. Оны енді бәрі қазір мамандарды енді келіп, осы Атырауға да келіп түсіндірме жұмыстарды жасады. Осы жаңағыдай халықпен де кездесу жұмыстары көп болды. Сол кезде мына станцияның именно атом электростанцияның толық білетін мамандар келіп айтты. Негізі мына халқымыз енді халық болғанда бәрі де қорқып қалған ғой. Кезіндегі мына Чернобыльда болған авариялық жағдай. Бәрі соны айтады. Недегі Японияда болған жаңағыдай жағдайларды. Бірақ енді қазір мамандарын түсіндіріп отқандары ол кездегі салынған станцияда қауіпсіздігі 1-ші категория болған кезіндегі. Мына біздің Қазақстан өзімізде де жаңағыдай электростанциямыз мына Ақтауда істеген, БН-350 дейді. Ол БН деген на быстрых нейтронах қазір ондай вообще қолданбайды. Ол енді бірінші нелер ғой, енді бастапқы кездегі тәжірибе поколение. Қазір енді
ғылымдар бар, енді бір орында тұрған жоқ қой. Бәрін енді есептеп, бәрін қарап атқанда қазіргі енді қауіпсіздік жаңағыдай категориясы 3,5 ба сондайға жеткен. Қазіргі енді біздер енді бастап салып, нағыз қолдап салып атқан жағдайда ол жақтан уже 4-ке де жететін болар, 5-ке де жететін болар қауіпсіздік жағы. Оның бәрін енді сол енді ең соңғы жаңағыдай поколение саламыз деп жатыр ғой. Вот енді мына өзіңіз енді білесіз ғой, өзіңіз барып көрдіңіз атом электростанцияға, қандай станция екенін. Беларусьта болдыңыз, жаңа бастағанда айттыңыз өзіңіз. Вот мына енді ол біздің теплостанциядан айырмашылығы тек біздерде, например, суды газбен қыздырып буға айналдырса, о жақта атомный реакциямен су қызады да, қалғаны бәрі сол бу барады да, жаңағыдай турбина айналдырады, турбина генератор айналдырады, генератор тоқ шығарады. Ар жағы бәрі бірдей. Қарапайым ғана. Қарапайым, бәрі процесстер бірдей. Қазіргі енді жаңағыдай контур, балқаштың суы деп ондай да сұрақтар болды. Мамандар түсіндіріп айтты, олар двухконтурный өзі жаңағыдай закрытым контурмен істейді, ол ешқандай жаңағыдай зияны жоқ деп, енді мамандарды тыңдауымыз керек. Мамандар енді дұрысын айтып жатыр. Бізде қазір Қазақстанда келіп айтқанда енді көпшілігі білмейді. Біздің өзімізде қазірде екі, например, атомный станцияға, мини электростанция, сонда екі үстеп тұр. Şimdi Алматы облысында бар, біреу жаңа Курчатовта бар деп мамандар айтты ғой келгенде. Олар енді каждый 6 мегаваттан деді ма тұратын. Бірақ енді бәрібір процесс бірдей. Ол 6 мегаватт болсын, 60 мегаватт болсын, станцияның жаңасы бірдей болады процесстары. Сонда электростанцияны уже көп жылдан бері біздің институт ядерный физики ғой да, Алматыдағы. Солардың мамандар келіп түсіндіріп айтты, солар бәрін зерделеп қарап жатқандарын. Мына да Ақтауда болған өзіміз станциямызда бірде бір авариялық жағдай болған жоқ. Өзінің жаңағыдай ресурс нормасын жұмыс істеді, содан кейін тоқтатылды. Жаңағыдай консервацияға кетті деп. Мен енді БелАЭС туралы айтайын, өзім көзіммен көріп келген дүниені. Бізге Минск қаласына барғаннан кейін айтты, ертесіне жолға шығамыз. Енді менің ойымда жаңа Чернобыль қалып қойған, бір сондай түнеріп тұрған адамның бір еңсесін басатын нысан шығар деп ойладым, шынын айтайын. Содан Островец деген қала бар, ол моно қала, сол жердегі жаңағы БелАЭСтен нәр алып тұрған. Көресіздер барғаннан кейін барлығын деді. Жарайды. Бірақ енді ол жақтың табиғаты өте ерекше, қарағайлы орман, екі жағы алыстан түтін сияқты дүние көрінді әуелі. Сосын біз ойладық, мынау менің көз алдымда Атырауда туып өскеннен кейін зауыттың ортасында өскенбіз ғой енді. Менің үйімнің дәл іргесінде атыраумнай өңдеу зауыты. Тура соның сияқты ақ түтін. Содан айтып, бұл иіс жоқ па екен, сол менде баста сұрақ болды. Барғаннан кейін түк иісі де жоқ, дыбысы да жоқ сенсеңіз. Бір мүлгіп жұмыс істеп тұрған нысан сияқты көрінді маған. Бір адам емес, өзінің күшімен жұмыс істеп тұрған сияқты. Бірақ оның ішінде еңбек күші көп екен тартылған. Қателеспесем 2000-нан астам ау деймін. Басты ерекшелігін айтайын, бізге айтқандағысы, бұның жаңағы тиімділігі өте жоғары. Бастапқы кезде Белоруссияда да болған қарсылықтар. Бұл бізге не керек атом электростанциясы, онсыз да өзіміздің халқымыз аз, қажеттілік неден туындап отыр деген сияқты жергілікті жердің тұрғындары біраз қарсылыққа түскен. Бірақ мамандардың түсіндіруімен осы қарсылықты жеңген. Қазір шүкір Белоруссия толық импорттан құтылған. Өзге елдерден тоқ сатып алмайды, былайша айтқанда, жалпақ тілмен. Және бүкіл қоғамдық көліктерін электрге ауыстырып жатыр. Екі қаласы түгелдей ауыстырған, енді қалғандарын жаңа кезең-кезеңмен ауыстырамыз деп отыр. Басты мәселе қауіпсіздігі. Бізді алаңдататын нәрсе қауіпсіздігі. Қауіпсіздігін сұраған кезде ұшақ құласа да жаңа реактор тұрған жері мыңқ етпейді. Не бір зілзала болса да, тіпті бізге балына дейін септеп берді. 7 балдық зілзала болса да, ол жұмысын тоқтатпайды. Қатты жел соқса да оған ештеңе болмайды. Ең жаңағы қорқыныштысы ол цунами ғой бізге көз алдымызға. Бірақ Белоруссия ол миф сияқты көрінеді. Цунами былай ойлап қарасақ та, о жақта жаңағы цунами келіп қалады дейтіндей әсер жоқ.
соның барлығын үтір нүктесіне дейін есептеп жасаған. Десеңіз 10 жыл кеткен екен құрылысына, өткен жыл ғана ашылған. Өткен жыл ғана ашылып, бір жылға жетпейтін уақыттың ішінде Белоруссияны жаңағы импорттан құтқарып тұр, былайша айтқанда. Мен физика жағынан тиімділігін сұрағым келіп отыр. Саламатсыз ма? Алдымен мен осы АЭС-тің энергетика жағынан тиімділігін айтқым келіп тұр. Мысалға сіз білесіз, біз атом ядросын байытамыз, яғни байыту деген ол ішіне атом ядросында, атомның ішіне 235-ші изотоптың мөлшерін көбейту. Мысалға 5% байытылған атом 1 килограмм атомнан 100 килограммдық көмір жаққанда немесе 60 килограммдық мұнай жаққандай энергия болады екен. Тек қана 1 килограмм атомнан. Ал біздің Қазақстанда 900 мың тонна атом бар екен. Яғни осы әлемде бірінші қатарда бар екен Қазақстан. Екіншіден оның экологиялық жақтарына да тиімділігі бар. Мысалы сіз білесіз, біз мысалға жылына бірнеше мыңдаған тонна көмір, мұнай, газ жағып, ауаға зиянды мысалға көміртек оксиді, азот оксиді, күкірт оксиді сияқты зиян заттар шығарамыз. Ал АЭС-тан мұндай зиян заттар шықпайды екен. Мысалға мен 2019 жылғы статистикасын қараған кезде вообще осы Қазақстандағы ауаны ластаудан бірінші орында тұрған көмірді отын ретінде қолданатын жылу электростанциялар екен. Яғни олар бір жылдың ішінде 940 мың тонна зиянды заттар шығарады ауаға. Ал АЭС мұндай мөлшерде вообще мұндай зиянды заттарды ауаға шығармайды екен. Тек бір минусы ол радиоактивті қалдықтар. Бірақ қазіргі технологиямен бұл радиоактивті қалдықтарды қайтадан байытып, қайтадан қолдануға болады. Және де оны специально қоятсан болады, цистерналарда сақтайды. Оның ішінде бірнеше уровеньдік защита бар да. Оның ең ішінде қорғасын, яғни свинец, яғни радиацияны ең жақсы ұстайтын материал. Оның сыртында вакуум болады екен, инертті газбен, және сыртына мыстан жасалған қаппен қаптап қояды. Осындай желіде сақталады. Ал енді мысалы тиімділігін айтып отырсыз. Расымен де біз барған кезде жаңа айттым ғой, тағы да қосып өтейін. Біз түтіннен қорқып едік, ол түтін емес екен. Бу екен жай. Шығып жатқан бұдан қорқудың ешқандай себебі жоқ деді. Сенбесеңіздер астына тұрып иіскеп қараңыздар деді. Біз бәрін ойымызға келген жасадық. Енді барып тұрғаннан 3000 километрден иіскеп те қарадық. Ешқандай иіс те жоқ. Сосын біз ойладық, мүмкін бұлар бізді алдап тұрған шығар деп. Бірақ расымен де ол күнделікті жұмыс екен сондай. Тып-тыныш, жаңа өзімен өзі бір айдалада ақ отау болып тұрған нысан болып көрінді. Мен Атыраудың жағдайын сұрағым келіп отыр. Қазіргі энергияға тәуелділік бар ма бізде? Қазіргі таңда бізде енді Атыраудың өзінің облыста жаңағыдай шығарып жатқан жаңағыдай электр энергиясы облысты жаңағыдай бәрін қамтамасыз етіп отыр. Ол біздер енді облыс болғанда, біздер Маңғыстау, Атырау, Орал 3 облысымыз жаңағыдай бір желіде отыр, бір-біріне қосылып, сол Маңғыстауда үлкен Маек деген жаңағыдай станция бар, электростанция, Атырауда Атырау ТЭЦ деген электростанция бар, жылу жаңа электр орталығы. Сонымен қатар Қарабатанда Қазақстан Utility Solution Кус деген электростанция бар. Сосын Оралда электростанция бар, жаңа ГТС. Сол станциялар бәрі бір желіде жұмыс жасайды. Бір жүйеге біздер батыс өңірі, осы 3 облыс, біздер орталық Қазақстанмен жаңағыдай желі жоқ, бір-бірімізде жаңағыдай жалғанып тұрған, біздер бөлек жұмыс істейміз, осы 3 облыс. Сонымен қатар бізде Кигок деген мекеме бар. Біз национальный жаңағыдай системный оператор. Оның жаңағыдай Ресеймен де жаңағыдай желілер бар. Орал жақтан келетін кернеу 220 киловольттық әуе желісі осы Кигоктың линиясы Маекка дейін барып тұр. Сонымен жаңағыдай связь дейді ғой, жаңағыдай байланысымыз Ресеймен де бар. Ол енді Ресеймен қазіргі бізде жаздың кезінде шілделерде қатты ыстықта ең бізде өсетін ыстықтан жаңағыдай кондиционерлер қосылады көп. Осы облыста біз бүкіл Қазақстанда ондай облыс жоқ. Жазғы мезгілде бізде 120 мегаватт тек кондиционированияға көтеріледі. Бір жазда қатты ыстық күндері. Ол деген енді былай қарасаңыз, Маекті турбинаның өзінің 150 мегаватт болғанда, почти бір турбина, сол бізде тек жазда бір ыстықта көтеріледі. Бізде қазіргі, например,
вот қазіргі ауа райында облысымыз алып отқаны, завод бәрін алып тастағанда, тек жаңағы халқымыз тұтынушыларымыз алып отқан где-то 230 мегаваттың айналасында. Жазда сол сан 400-ге дейін жетеді. Тек сол ыстықтың кезінде. Сол кезде енді жазда бәріміз де білеміз, қысқа дайындық, электростанцияларда, әуе желілерде жаңағыдай күрделі жөндеу жұмыстар жасайды да, каждый энергоблокқа жаңағыдай жұмыс жасайды. Сол кезде жаңағыдай жаңа қуатты азаяды станцияның. Сондай кезде бір авариялық жағдай бір болып қалған кездерде, сонда мына Ресейдің электр энергиясымен жабылады. Сонымен қатар біздерде мына екі үлкен завод бар, ол Теңізшевройл, өзінің электростанциясымен өз-өзін жаңағыдай қамтып отыр ол. Сосын NCOC деген компания Қарабатанда, олардың да өзінің электростанциясы бар, олар өз-өзінен қамтып отыр. Бірақ жаңағыдай жетпеген кездерде жаңағыдай оларда жаңағыдай общий сетьке көмектеседі да облысқа. Жаңа несін береді мощностарын. Оның өзінің келісімдері бар, жаңа Кегог арқылы енді системный оператор дейді, өзі жаңа қарап отады қай жақтан жаңағыдай жабу керектерін. Сол үшін тек авариялық жағдай болмаса, біздер енді жалпы қазіргі таңда өз-өзімізге жаңағыдай жеткілікті. Түсінікті. Бірақ енді қазір облыста өсіп жатыр, көріп жатсыздар. Заводтар салынып жатыр, халық саны өсіп жатыр. Оның бәрі енді алға неткенде ойлағанда бізге энергия керек болады. Климатымыз да ыстық. Климат бізде енді шынымен де, мысалы Астанаға барсақ, Алматыға барсақ, бір ауа баптағыш, салқындатқыш қосып отырған адамды көрмейсіз. Бізде әр терезенде бір система қазір байқап отырсаңыз үйлерде. Оның бәрі үлкен нагрузка. Біздер Атырау жарық болғасын, жазда өзіміздің жаңағыдай күрделі жөндеу, күнделікті жұмыстар, сонымен қатар инвестициялық бағдарламамыз бар. Сол қаланың ішіндегі жаңағыдай трансформаторлық пункт дейді ғой, жаңағыдай қосалқы станцияларымыздың жаңа қуатын өсіру жұмыстарын трансформаторды ауыстырамыз. Жыл сайын жаңағыдай мощность көбейіп жатыр, нагрузка. Жаңағыдай кешеде осы журналистерді бәрін шақырып, жаңа антимонопольный комитет бар, жаңағыдай депутаттар шақырып, көрсетіп сол жасалған жұмыстарды қаланың ішінде. Сондай жұмыстар, ол былай қарасаң жыл сайын өсіп жатыр. Адам ойлауы мүмкін. Мәселен, жаңа тоңазытқыш, ауа баптағыш, салқындатқыш бір қуат жемейтіндей көрінеді. Үйде де солай ғой. Холодильникке тиіспеңіздер, жаңағыдай ауа баптағышқа тиіспеңіздер, кондиционерге тоқ жемейді, тұра берсін деген пікір бар. Бірақ теңіз тамшыдан құралады деген ұғым бар. Әрбірін қосып қалған кезде бір талай тоқ жейтін болып тұр ғой, сіздің сөзіңізге қарасақ. Енді бұрын деген Совет одағының кезінде әрбір пәтерлерді есептегенде 2,5 киловатт максимально алатын еді. Соған қарап кабельдің сеченісі, трансформатор мощности бәрі сонымен қарап салынады. Қазірден 2,5 киловатт деген бір спецсистемнің өзі 2 киловатт қосылған кезде бір чайнигіңіз 1 киловатт электрочайниктар. Тефаль нелер қосқанда, микроволновка бар, духовка бар, бәрі электрический бар. Соның бәрін қосқанда бір үйге енді шамамен ортасымен санағанда бір 5-7 киловаттпен есептейміз біздер. Соған қарап жаңа кабельдерді, жаңағыдай сымдардың несін сеченісін бәрін соған шамамен есептейміз негізі. Бұрынғыдай ол расчет жоқ уже. 2 киловатт, 2,5 киловатт деген максимальный деп, ол кезде енді бір холодильник, бір телевизор, сосын лампочкалар болды. Қазір техника көп. Жақсы. Мен ғылым өкілінен сұрағым келіп отыр, Абдрахманнан. Бізде энергия өндіретін болсақ, ресурс көп. Жел де бар, өзің айтқан көмір де бар, су да бар, күн де бар, шүкір. Неге АЭС? Енді ресурс көп дегенде, ресурс бізде шексіз емес, жақсы, мысалға 10 жыл қолданамыз, 20 жыл қолданамыз, 50 жылдан кейін бітіп қалуы мүмкін. Сосын бір нәрсені айтқым келіп отыр, 2021 жылы біздің президенттің жолдауында былай айтылған, жыл сайын бізде электр энергиясы қолдану жыл сайын артып бара жатыр, и осы 2024 жылы біз рекордный показательге жетіппіз электр энергиясын қолданудан. 2030 жылға дейін бұл энергия бізге жетпей қалуы мүмкін, Вот. Енді жаңа айтып кеткендей, мысалға вообще уранның тиімділігі энергия жағынан өте жоғары, жаңа айтып кеттім оны. Енді қараңыз, бізде Қазақстанда уранның мөлшері өте көп. Неге оны қолданбасқа? Бірінші орында. Неге оны қолданбасқа? Ал жел, күн электростанцияларын айтатын болсақ, мысалға күн электростанцияларының пайдалы әрекет коэффициенті өте төмен.
яғни оның бетіне хотя бы 1 миллиметр шаң тұрса, уже оның тиімділігі өте бірнеше пайызға, 70%-ға ма қателеспесем түсіп кетеді. Яғни қуатты өндірмей қалады. Жел электростанциялар, яғни ветрогенераторлар, дәл сондай, мысалы жел тұрмай қалса болды, мысалы тұрып қалады, ол жерде ешқандай тиімділік болмайды. Және олардың да экология жағынан минустарын айтқым келіп тұр. Мысалға айтады көп, олар ауаны ластамайды, яғни жасыл энергетика жатты деп, бірақ ойлап қараңызшы, статистика бойынша күн электростанциялары, яғни осы жаңағы солнечный батареяда орташа шамамен 100 мың квадраттық метр жерді алады екен. Ал егер ол 100 мың квадраттық метр жерге күн түспейтін болса, оның астында флора бар, фауна бар, оларға күн жетпейтін болса, олар өліп қалады. Яғни биология жағынан да зиян тигізеді, почваға зиян тигізеді. Ал жел электростанцияларында, ветрогенераторларда, мысалға сарапшылар айтады, оның артысында бір шум тұрады дейді. Шум тұрады, яғни низкочастотный шум тұрады. Яғни ондай жерде ешқандай жануарлар өмір сүрмейді екен. Басқасы. Олар өмір сүрмейді екен. Құстардың даже перелеттардың направлениесін өзгертеді екен, станция салғанда, анан бойымен шалмайды. Уже олар направление өмір бойы бір қалыппен ұшып кетсе, құс жолы теңізге келетін жолы болса, ана жерге станция жақын жерде тұрса, олар уже направление өзгертіп кетеді. Бұл табиғи тепе-теңдікті бұзады ғой. Түсінікті. Мен тағы да Белаевскке тоқталғым келіп отыр. Сол станция директор айтады, Сергей деген. АЭС жыл сайын шамамен 18 миллиард киловатт сағат энергия өндіреді дейді. Біз үшін фантастика ғой, 18 миллиард. 18 миллиардтен 18 гигаватт қойында. Сіз есептей алмай жатса қазір 18 миллиард. Содан кейін тағы бір мәселе, жаңа электрокөліктерді айттым. Ал парниктік газдар сіздер айтып отырған қалдықтарын жылына шамамен 18 миллион тоннаға азайтып отырмыз дейді. Бір ғана АЭС. 2 мұржасы бар бір ғана АЭС. Қанша дүниені атқарып отыр мысалы. Тағы бір қызық ақпаратпен бөлсе кетейін. Дәл осы АЭС дейді, корпусының өзі 4 қабатты арнайы қауіпсіздік күмбезімен көмкерілген дейді. Оған жұмсалған материалды көрсеңіздер, бір өзге дүние. Жаңа арматура деп айтамыз ғой, темірлерінің өзі білектей, мысалы қалыңдығы. Құрылыс барысында жаңа архив ретінде түсіріп алған суреттерін көрдік. Анау күмбезді, реактор тұрған күмбезді құрып атқан адамдар тура бір құмырсқа сияқты. Алыптығы енді үлкендігі. Не болса да ол теңселмейді дейді. Бірақ энергияны да сол қарқынмен береді дейді. Оған ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Біздің аргументтеріміз міне деп алдымызға қойып берді. Сосын бізде де бір заңды сұрақ болды. Жел бар жаңағыдай. Сіздерде күн бар мысалы. Неге одан бас тарттыңыздар деген сияқты. Неге оны пайдаланбайсыздар? Шындығында Белоруссия ол жаңағыдай ауыл шаруашылығымен дамып отырған мемлекет. Сүт, ет бағытымен экспорт, импорт деген ол жақта қайнап жатыр. Соны айтқаны, желден де сенім жоқ, күннен де сенім жоқ. Біз тереңіне үңілмейміз ғой. Жаңағын мен бірінші естіп отырмын. Мәселен, күн электр станцияларының плитасының бетіне шаң тұрса, одан қуат азаяды деген. Желден де солай. Бізде Атыраудың іргесінде бар, Жанбай ауылының тұсында. Мынау қателеспесем Махаттан да салып жатыр, Салды, ол да қосылды. Ол да қосылды іске. Жел болмай қалса, энергия жоқ. Бізде қалай осы атқарып тұр, сенімді ақтап тұр ма жел электр станциялары? Жаңағыда өзіңіз айтқандай, былай жел бар күндері ол жұмыс істеп тұрады. Ол манағыдай жел общий жаңағыдай желіге жаңағыдай электр энергиясын беріп тұрады, сол облыстың қамтамасыз етіп отыр. Бірақ мына 19 жылы бір қаңтар айында бір ақау шығып, ол мына жаңағыдай магистральный жаңа линияда Кивоктың бір несіне подстанциясында проблема болды. Одан коронация деді жерде подстанция. Сол кезде жаңағыдай электростанцияларда проблема болып қалды. Сонда жаңағыдай жел жоқ күн сол күні. Тұман тұрды, жел жоқ. Жаңағыдай біздің жел станциямыздан сеніп отырған жел электр станциясынан пайдасы болмай қалды. Да, жел болмай қалды. Сондайда енді бана айтып отқандай күнге жаңағыдай ал 1-2 күн бұлт тұрып бірдеңе болып қалса, қыста күзде ол күн электростанциясында жаңағыдай пайда болмайды.
Оны енді жалпы накопитель деп жаңа сіз басында менен сұрадыңыз. Накопитель деген болады, бірақ анандай көлемде, например, 30 или 50 мегаватты бір жерге сақтау үшін оған деген аккумулятор, енді білмеймін қанша аккумулятор керек екен. Ол аккумуляторда өзі 3-4 жылдан кейін істен шығады. Оны да бір жерге барып жаңағыдай отход қой. Ол да химический элементтер, аккумулятор деген. Енді қазір бұрын кислотный болды, қазір енді жаңағыдай гелиевый дейді, әртүрлі дейді. Но соның өзінде ішінде қорғасыны бар, несі бар, оның бәрі де жаңағыдай оны бір жерге жаңағыдай сақтау керек, нету керек, ол да отход. Сосын мына электростанцияның каждый жаңағыдай в основном енді 1 киловатт қанша тұрады, да, электроэнергия сол ғой. Енді ол станция жаңағыдай жұмсайтын болса, жаңа накопитель салатын болса, қарғын ақша, оның бәрі жаңағыдай электроэнергия тарифіне түседі. Ол өте қымбат болып кетеді. Сол үшін ол деген оны салмаған да олар жөн көріп отыр. Жел барында шығарады, жел жоғында тұрады деген сияқты. Желге сенім жоқ. Желге енді бір күні бар, бір күні жоқ болып қалса, тәжірибе көрсетіп тұр. Жаңа сіз айтқандай. Бір екі өзім білетін 19 жыл, сосын 23 жылы шілде айында маекте бір блок тұрып қалған кезде, түгел жарықсыз қалдық қой. Сол кезде керек болып қалған жағдайда ол кезде де тым жел жоқ. Жаңа станциямыздан 50 мегаватт пайда болмай қалды да жаңа. Сондай жағдай. Ал АЭС болса? Енді АЭС деген енді ол да электростанция ғой, ол да АЭС пен жаңа айттым ғой. Теплоэлектростанция, жаңа атом электростанция бәрі бір. Тек жаңағыдай суды немен қайнатады, сол ғой. Функциясы сондай. Біз неге АЭС дегенді үрке қараймыз? Себебі оның басында атом деген сөз бар. Сол сөз үшін ғой. Атом деген сөз, не үшін біз атомнан қорқуымыз керек? Біз бейбіт атом деп жар салып жатырмыз ғой. Мирно. Себебі мысалға біз именно атом электростанциясында қолданатын радиоактивті элементтерді алатын болсақ, олар әртүрлі зиянды сәулелерді, бөлшектерді шығарып отырады екен. Яғни білесіз, гамма излучение деген бар, яғни гамма сәулелер өте высокочастотная сәулелер, ол адамның ДНК-сын бұзады даже. Өте зиянды. Мысалы, білесіздер, Чернобыльда авария болды, Фукушимада авария болды, мысалға даже екі бомбаны айтсақ, даже Хиросима мен Нагасакида қаншама адам өлді, содан қорқады адамдар. Енді мысалға Чернобыль мен Фукушиманы айтатын болсақ, ол жерде жаңа айтқандай бірінші прототиптар болды, яғни оларда бірінші екінші поколение реакторлар болды. Қазір реакторлардың поколениясы 3 және 3+қа дейін өсті, яғни 4-ші поколение в разработке дейді, әлі шығарып жатыр. Қауіпсіздігін айтып отырсың. Қауіпсіздігі, не только қауіпсіздігі, вообще жаңағы топливная эффективность дейді, яғни отынның эффективтілігі, пайдалы әрекет коэффициенті жоғары, және қауіпсіздігі өте жоғары болады екен бұл станциялардың. Яғни ешқандай аварияға, жаңа айтқандай 7 балды жер сілкінісіне ұшақ құласа да, яғни бәріне шыдайды екен. Фукушимада мысалға неге авария болды? Ол жерде цунамиден кейін жаңа ғана охладитель бар, су жеріп тұратын, сол істен шығып кеткен, және жаңа реактор қызып, содан авария болған. Қазіргі станцияларда, яғни қазіргі реакторларда ондай авария болса, мысалға су доступ болмайтын болса, реактордың бәрі тоқтап қалады екен, жұмыс жасамай. Вот сонысы жақсы. АЭС-тан шыққан су зиянды бола ма? Жоқ. Ол закрытый контур. Жаңа бізге түсіндіріп несін көрсеткенде, екі схема АЭС-ің өзінің контуры закрытый болады. Оның сыртындағы екінші жаңадай контур, ана су келетін, сосын ана буланып тұрған деген, жаңа градирование дейді, охлаждение алып, ананың суын салқындатып, ол бөлек айналып тұрады. Ол таза су, анаумен қосылмайды. Тек ананың как теплообменник сияқты, ананың жылуын алып, жаңа өзі салқындап, қайтып келіп айналып, ол бөлек. Ол манағы жаңадай түсіндіріп айтылғанда, сол балқаштың суына да ол қосылмайды. Ешқандай зиян жоқ. Бұл бөлек контурлармен тұратын зат. Айналып, тек бір-бірін жаңа суытып тұрады да, жаңа несін. Экология дегеннен шығады. Жаңағы сол Белоруссияның тұрғындары айтқан ғой, мына жер қурайды, шаруасы бітеді, ертең жасыл желектің бары, жайылымның барлығын отайсыңдар деп. Бірақ біз барған жер жап-жасыл. Айтты, біз 1 жыл жұмыс істеп тұрмыз, егер қурайтын дүние болса, осы жерде күл талқан шығар еді деген сияқты мәселені. Теректер жайқалып тұр. Құстар қасында сайрап жүр. Мысалы, барлығы жарылып кете ме деген жаңағы қауіптен қорқатты. Бірақ олар айтады, бұл мүмкін емес жағдай дейді. Бізге түсіндіргені.
физик ретінде айтыңызшы, ондай болуы мүмкін бе? Барлығы сол жаңағы Жапониямен салыстырады, тағы да айналып келгенде Чернобыльға келіп тіреледі. Ал қазіргі АЭС-тердің тиімділігі неде? Енді 100%-ға ол жерде безопасность бар деп ешкім айта алмайды. Иә. Все-таки какой-то риск болады, ол жерде адами фактор бар, мысалы, да, бір мысалы работник дұрыс емес қадақ қоюы мүмкін, да, мысалы. Иә. Басқа бір нәрсе жасап қоюы мүмкін деген сияқты. Бірақ мысалға жаңағы Чернобыль мен Фукушимамен салыстыратын болсақ, қазіргі АЭС-тердің қауіпсіздігі, тиімділігі өте жоғары, бірнеше есе жоғары деп айта аламын даже. Енді былай бір қоса кетейін, былай жарылса, осылай болады деп айта берсе, қазір любой заводты алсаңыз, тот же АНПЗ жарылса, жақсы болмайды да, тот же жаңағыдай ТШО да. Бәрі техника. Бәрі, оны адам деген жарылсын деп салмайды ғой. Жаңа қауіпсіздігіне қарайды, жаңағыдай болматуға тырысады енді. Оны енді жарылса деп енді жаңа айтқан 100% ешкім айта алмайды. Бірақ соған енді жұмыстанып жатыр ғой жаңа. Несін өсіріп. Біз қолымыздағы қарапайым телефонға да кепілдік бере алмаймыз. Бұның да жарылып жатқан кездері бар. Бірақ жақсылығын ойлауымыз керек сияқты деп ойлаймын. Жаңа сөзіміздің басында айттық, әлем энергияға мұқтаж. Қазір барлығы осы технологияны қолданып жатыр. Тіпті бір елдерде бір емес, екі емес, ондаған станциялардың. Францияның өзінде. Алақандай Франция, мәселен. Ондаған жаңа реакторлар орналасқан. Енді сөйткен тәжірибеге біз сүйенеміз бе, сүйенбейміз, ол енді ертең референдумда белгілі болады. Расымен де бұл халық қабылдайтын шешім. Біздікі тек түсіндіру мақсатында жүргізіліп отырған дүние. Рас ғылым өкілін шақырдық, физикті. Осы өңірдің бас жаңағы энергетигін шақырдық. Қазақша айтқанда тоқ саласының білгенімізді айттық, барымыз шамамыз жеткенше. АЭС-ті мен өзім көріп келгенмін, сондықтан сөге көрмеңіздер. Біз тек ғылымға сүйеніп қана ақпарат тараттық. Аргументтеріңіз бар ма айтып өтетін сұхбаттың соңында? АЭС-ке қатысты. АЭС-ке қатысты жаңа енді жалпы бана өзіңіз айтып отырсыз ғой, дамыған елдер, қандай Францияның өзі 10 станция салып отыр. Енді ол жаңағыдай оларда сондай ой болса, жарылып кетсе, болса, білмеймін. Франция салдыртпайтын еді деп ойлаймын да. Олар қазір жаңағыдай кішкентай бір өзгерістер болса, бәрі жаңа митингке шығып Францияны көріп отырсыз ғой, тек сразу тек площадьқа шығып нетеді. Бірақ енді мына станцияны енді қолдап салып отыр елдерінде. Южный Корея жаңағыдай көп дамыған елдерде жаңағыдай салып отыр. Американың өзінде қанша станциялар бар. Соған енді жаңа айтқанда енді ғылыми мамандардың айтқандарына енді сенуіміз керек. Соны енді референдум енді көреміз, енді халқымыз енді біздікі тек жаңа сіз айтқандай тек ақпарат айту, білетінімізді, қалған енді өзіңіз қолдайсыз ба? Өз қолдаймын. Себебі сіз көріп отырсыз электр энергиясының қаншалықты қажет екенін. Сұраныс көп. Сұраныс болады, алда одан да көп болады. Әлде де көп болады. Демографиялық жағдай бар, көшіп қону бар деген сияқты. Солай ғой? Дұрыс айтасыз. Техника көп. Бізде қазір бұрынғыдай газге шайнек қою деген жоқ. Бәрі тоқпен. Бәрі қарапайым жаңағы шайнекті алып қарасаңыз да тоқпен жұмыс істейді. 1 сағат тоқ болмаса, үйде бәрі тұрып қалады. Бәрі тұрып қалады. Сізден бір аргумент сұрағым келіп отыр. Менде жаңа қосқаным, яғни АЭС-тің артықшылықтары өте көп екен, зияндылықтары бар, яғни опасения бар, бірақ оны да алдын алуға болады деп есептеймін. Яғни егер ары қарай мемлекет ретінде дамитын болсақ, бізге АЭС керек деп есептеймін менде. Энергетик жағынан да, экология жағынан да. Рахмет, осымен түйіндейік. Біз білгенімізді айттық. Рахмет келгендеріңізге. АЭС-ті саламыз ба, салмаймыз ба, оны тағы да айтайық, халық шешеді. Референдумнан қалмаңыздар. Әрбір адамның дауысы маңызды. Біз үн қосуымыз керек. Бұл елдік мәселе, себебі мен бұғып қалсам, сіз бұғып қалсаңыз, онда таңдау жағы қиын болып кетуі мүмкін. Бірге күш біріктірейік ағайын. Эфирде қайта тілдескенше аман болыңыздар. Азан радиосында ізгі қоғам.